Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте үлпілдек болып шығатын мамықты жұмсақ начинкасымен булочкалар дайындаймыз. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға ыстық сүтімізді құямыз. Оның үстінен қантымызды салып, қантымыз ергенше жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстінен еріген сармайымызды немесе бөлме температурасындағы сармайымызды салып араластырамыз. Мен ерітілген сармайды қолдандым. Енді оның үстінен бір дана жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Сүт міндетті түрде ыстық болуы керек. Мінекей, енді үстінен аздап тұзымызды және аздап дрожжымызды салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала елеуіштен өткізілген ұнымызды дайындап аламыз. 2-3 бөлікке бөліп араластырып салып отырамыз. Бірінші осылай араластырып аламыз. Содан кейін барып кішкене қоюланған соң қолымыздың көмегіменен өте жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Ұнды міндетті түрде елеуіштен өткізіңіздер. Мен алдымен елеуіштен өткізіп дайындап алдым. Мінекей осындай өте жұмсақ қамыр шықты. Енді үстінен бір ас қасық сұйық майымызды құйып, барлық жеріне жағып, тағы бір рет қамырымызды айналдырып, барлық шетіне майымызды тигізіп шығамыз. Енді жауып 30-40 минут көлемінде орап қоямыз. Мінекей қамырымыз ашыды. Осындай силиконовый доскаға немесе сіздер сыпыраға немесе столдың үстіне жайып алсаңыздар болады. Осылай дәл видеодағыдай етіп, барлығын майдалап, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей барлығын осындай майда бөлшектерге бөліп алдық. Дәл видеодағыдай етіп, майда солай етіп жасап шығамыз. Барлығын шетінен қойып шығып, бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа тынықтырып қоямыз. Қамыр өте әдемі жайылады сонда. Мінекей менің қамырым 15 минут көлемінде тұрды. Енді осы қамырымызды ешқандай ұнның көмегі қажет емес. Дәл самса тәріздес етіп алдымен жайып, арасына начинкамызды саламыз. Мен арасына начинкаға варенка қолдадым. Варенка, варенье немесе шоколад қолдансаңыздар болады. Қолымызбен жақсылап шет-шеттерін нығыздап жауып шығамыз. Варенкамыз сыртына ағып кетпеу үшін. Енді дәл видеодағыдай етіп, пышақтың көмегімен осылай кесіп, рулет тәріздес етіп орап шығамыз. Мінекей, түсінікті болу үшін екінші біреуін көрсетейін. Мінекей, дәл солай етіп жайып, арасына начинкамызды салып, нығыздап жауамыз және пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Рулет тәріздес етіп орап, дәл осындай әдемі формаға келтіреміз. Мінекей, барлығын орап шықтық. Енді барлығын пергамент төселген табамызға жайғастырып, осы уақытта пешімізді 180-200 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пешке салуымыз қажет. Мінекей, барлығын табамызға орнаттық. Енді бетін жауып, тағы 10 минут көлемінде көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей, булочкаларымыз өте әдемі болып көтерілді. Енді үстінен щетканың көмегімен біркелкі етіп, барлық жағына жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Мінекей, біздің булочкаларымыз өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Қолдауларыңызға рахмет. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.